Сәлем достар, бүгін ірімшік дайындаймын. Ол үшін қаймақ алынған сиырдың сүтін алдым. Бұл жерде дүкеннің сүтінен де дайындай беруге болады. Ең алдымен сүтті газға қойып, қайнау шегіне дейін жеткізіп аламын. Жалпы ірімшікті қайнамаған сүттен де дайындауға болады. Мінекей сүт қайнауға жақындады, мен енді астын үстін қымтап 24 сағатқа осылай қалдырамын. Егер бөлме жылы болса, сол уақыттың ішінде ұюға тиісті. Мінекей уақыт өтті, сүт әдемі ұйыды, мен қазір сіздерге көрсетемін. Ұйыған сүттің бетінде шамалы ғана осындай міне сары суы болған жақсы. Енді оның сары суы жақсылап шығу үшін мен ұйыған сүтті тігінен және көлденеңінен кесіп шығамын. Мінекей тура осылай арасын 2 сантиметр етіп, мінекей енді көлденеңінен кесемін. Көріп тұрғандарыңыздай, әр кескен сайын сары суы молынан шығып жатыр. Ұйығанда кәдімгідей қатты ұю керек. Міне қасықпен алып көрсетейін. Тура осылай қасықта тұратындай ұйытқы болу керек. Орысша айтқанда плотный сгусток дейді. Міне тағы да қараңыздар. Осындай қатты ұйытқы керек міне. Көрдіңіз бе міне? Кәдімгідей қатты ұйыған сүт. Ұйытқыны қозғаған сайын міне сары су да өте жақсы шықты. Қазір осы қалпында апарып газға қоямын енді. Газдың астын баяу отта ұстаймыз. Бірден былғауға кірісу қажет, себебі асты жабысып күйіп кетуі мүмкін. Жақсылап баппен араластырып аламыз. Былғаған сайын сары су көбірек шығып жатыр. Бізге керегі де осы. Себебі ұйытқы ірімшіктің ұлпасына айналып жатыр. Мінекей ағарып, ақ мақта сияқты болады қазір. Былғай береміз, былғауды тоқтатпаймыз. Мінекей ұйытқыны жақсылап араластырып алдым. Енді 8-10 минутқа қалдырамын. Отын сәл қосамыз. Орташа отта сол 10 минуттай уақыт қайнатамыз. Бетін жауып қоямыз міндетті түрде. Мінекей достар, 8 минут уақыт өтті. Осындай өзгерістер болып жатыр. Ірімшіктің ұлпасы пайда болды. Бірақ сүттің массасы әлі ағарып тұр. Бізге сары судың түсінің өзгергені қажет. Ол жасыл болып тұру керек. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай әлі ақ сүті бар. Сондықтан қайнатуды тоқтатпаймыз. Тағы бір 5 минут шамасында қайнатамыз. Достар, егерде сүттеріңіз тура осылай ұйымаса, жаңа осылай қайнатып атқан кезде ол резинке сияқты созылып кетеді. Сондықтан сүттің ұйығанын бақылап отырыңыз. Мүмкін ол 24 сағаттан да көбірек ұюы мүмкін. Себебі қазір қыстың мезгілі. Ал енді тағы да қарайық. 7 минут уақыт өтті. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай суының түсі өзгеріп жасылданды. Кәдімгідей анық ірімшіктің ұлпасы пайда болды. Енді дәл осы уақытта газды сөндіруге болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай әдемі ақ ұлпа пайда болды. Бұдан артық қайнатуға керек емес, себебі көп қайнатса ірімшік қатып кетеді. Сондықтан мынау уақыт дәл нормадағы уақыт.
Енді бетін жауып бірден салқын жерге шығарамыз. Себебі ірімшіктің жылдам салқындағаны жақсы болады. Сары судың ішінде көп тұра берсе, ашып кетуі мүмкін. Егер де кейінге қалдырғыңыз келмесе, онда дуршлагтың ішіне мәрліні салып, сүзіп алуыңызға болады. Тағы да айта кетейін, дуршлагтың ішіне міндетті түрде онда мәрлі салыңыз. Егер де мәрлі болмайтын болса, ол ыстық күйінде дуршлагтың тесіктерінен ағып кетеді. Мінекей мен 2 сағат салқын жерге шығарып суытып, дуршлагқа сүзіп алдым. Енді үстін жауып басып қоямын. 1,5 сағаттай уақыт өтті. Сары су ағып болды. Міне ірімшікті енді салып алуға болады. Қазір көрсетемін қандай ірімшік пайда болғанын. Мінекей үгіліп тұрған әдемі ірімшік шықты. Достар, тағы да қайталап айта кетейін, бұндай ірімшікті дүкеннің сүтінен де дайындауға болады. Естеріңізге тағы да сала кетейін, ірімшікті қайнамаған сүттен де жасауға болады. Егер де сүтті қайнатпасаңыз, жаңағы сүтіңіз тезірек ұйиды. Неде ірімшікті қаймақ алынған сүттен дайындаған жақсы, себебі біз басқа ас дайындаған кезде оның майлылығын көтеріп ала аламыз. Мысалы, қаймақ қосуға болады, немесе майлы сүт қосуға болады. Бұл ірімшікті дайындауға мен 8 литр қаймақ алынған сүтті алдым. Егер де бұдан көп алатын болсаңыз, немесе азырақ алатын болсаңыз, бағанағы ірімшіктің ұлпасы пайда болған уақытты өткізіп алмаңыз. Сондықтан көбірек сүт алсаңыз, уақыты ұзақ болуы мүмкін. Азырақ алсаңыз, керісінше аз уақыт кетіресіз. Ал енді ісіңізге сәттілік тілеймін. Осы менің мастер-классыма қатысқаныңыз үшін алғысымды білдіремін.